Егер сіз қарыз кредиттен шаршап жүрсеңіз, осы видеоны соңына дейін тыңдаңыз. Менің атым Айнара Байжан, мен нейропрактикпін. Дәл осы YouTube каналымда сіздің өміріңіздің сапасын жақсартатын, ақшаңызды көбейтетін, бақытқа әкелетін күшті техникалармен, ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан маған подписаться басып, менің каналыма жазылып алыңыз. Қарыз кредит қазіргі уақытта бүкіл халықтық чума сияқты бәрінің басында бар. Мұның психологиялық себебін дөп басып айту қиын. Өйткені әр адамда әр түрлі себеп. Егер мен Экхарт Толленың іліміне салып айтар болсам, қарыз кредиттің себебі жанталас. Жаңағы мен өткен видеоларда айтқан, белгісіз ғажайыпты күту, осы сәтті сезіне алмау, белгісіз бір уақытқа ұмтыла беру сіздің осындай проблемаларыңызды көбейтуге күш салады. Бізді күнделікті тіршілікте, күйбең тіршілікте бессознательно билеп тұрады, яғни бейсана. Сол бейсанамыз біздің өмірімізді қатты программалап тастаған. Сіз саналы түрде қарыз кредитсіз өмір сүруге ұмтыласыз, но бейсанадағы программа бойынша өмір сүру қымбат, тек қана кредитке өмір сүруге болады деген программа жазылып қалған. Тасқа қашалғандай жазылған бағдарламаны өзгерту қиын, но өзгертуге болады. Ол үшін практикалар жасау қажет. Дәл сол программаларға сүйеніп, біз өмірде шешім қабылдаймыз. Қарыз алу, кредит рәсімдеу тек сіздің шешім. Ал бұл шешімді сізге Құдай қабылдатқан жоқ. Сіздің бейсанаңыздағы программа осы шешімді қабылдатты. Ал қазір мен сіздерге Саидмұрат Давлатовтың сабағындағы қарызға қатысты кеңестерді айтқым келеді. Әдетте мышление должника балада болады. Яғни берешек сезімді үнемі сезінетін бала ғана. Бала өзіне жауапкершілік ала алмаған соң үлкендерге, анасына, әкесіне қатты тәуелді. Ересек адамдар тәнімен, түрімен ересек болғанымен, мышлениясымен, миымен бала болып қалып қалған көбісі. Сондай бала болып қалған кезде өзі әрекеттеріне есеп бере алмайды. Әр әрекетіне өкінетін болады, айналасын кінәлайтын болады. Не істеп не қойған білмейді, өйткені оны тек қана бейсана билейді. Оның кредит төлеп жүргеніне билік кінәлі, президент кінәлі, университетке түсіре алмаған әкесі кінәлі, тағы басқа осындай сылтаулар тауып алады. Енді Саидмұрат Давлатов өзінің «Долги тают на глазах» деп аталатын кітабында қарызды көз алдында еріп жатқан жоқ болдыратын техниканы айтады. Ол техника мынадай. Біріншісі мойындау. Сен мойындайсың. Я кредит алу, қарыз алу менің шешімім. Мен өз қолмен алдым, енді оны өз қолмен жабам. Сосын қарызға жауапкершілікті өзің аласың. Ешкімді кінәламайсың. Одан кейін шешім қабылдайсың. Бұл қарызды мен өзім төлеймін. Енді фокусыңызды қарызға емес, шығындарға емес, тек кіріске қоясың. Яғни фокусың қайда болса, сенің өмірің сол жақта. Сол кезде сен қарыздан құтылуға көмектесетін кіріс жолдарын өзің көре бастайсың. Осы жерде мына қағидаға көшесіз. Жолға шықтым, жол өзі апарады. Енді қарызға келгенде Ада Кондоның маған қатты ұнайтын тұжырымын айта кеткім келеді. Үнемі айналасындағы адамдардың алдында өзін борышкер сезінетін адам ақша жағынан қарыз ямасына, қарыздың құдығына бейсаналы түрде түсіп кете береді. Өзі түсінбей қалады, қалай түсіп кеткен. Неге бұл тұжырым маған ұнайды? Өйткені мен сондай болдым. Мен ақшам болмаса да әке шешеме сыйлық сыйлауым керек. Мен папамның туыстардың үйіне барып полын жууым керек. Өйткені мен должнамын, мен соған міндеттімін. Қонаққа барсам сол үйдің иесіне көмектесуім керек, ыдыс жуысуым керек. Мен маған ұнамайтын универге мамандыққа грантқа түстім. Грант үшін оқуым керек. Мен келінмін, ұйықтамауым керек. Мен келінмін, қатты күлмеуім керек. Керек. Я должна. Осы чувство долга, мышление должника дейді ғой, мені ақшалай қарызға әкеліп. Өмірі молшылықта не кием, не ішем деп ойламай өскен менің өзім чувство долга деген сезіммен ересек болған кезде кредиттен көз ашпайтын болдым. Бұл тұжырымнан соң мен психологпен өте көп жұмыс істедім. Осы установкамда осы сезімді тапқаннан кейін психологқа барып кәдімгідей жұмыс істедім. Өзіммен көп жұмыс істедім. Сондықтан сіз де қазір өзіңізге анализ жасап көріңіз. Чувство долга сізде тым қатты ма? Негізі біз ешкімге ештеңеге қарыздар емеспіз. Мы никому ничего не должны. Біз Құдайға құлшылық етуге ғана міндеттіміз. Бітті. Қалғаны тек қана қолдан келгенше. Егер де сіздің өміріңіз осындай қарызға кетіп бара жатса, мен сізге кеңесім бірінші анализ жасаңыз. Қай сезіміңіз, қай ойыңыз сізді қарызға әкеп тіреп жатыр. Одан кейін тағы да психологиялық мынандай себеп бар. Бала күннен ата-анасына махаббаты тең дәрежеде алмаса,
қажет дозада вниманияны алмаса, сол вниманияны, сол махаббатты адам өндіріп алу үшін банкке барып соны ақша түрінде алады. Немесе қандай да бір адамнан, ақшалы адамнан ақша түрінде сол жетпеген вниманияны, жетпеген махаббатты алады. Бұл жерде бұл ситуациядан шығуға бізге психологтың көмегі, психолог пен терапия немесе менің сабақтарымдағы техникалар көмектеседі. Оны проработка деп айтады. Сондықтан да миыңызбен, мышлениеңізбен жұмыс істеу қарыз кредиттен құтылуға көмектесетінін тағы айтқым келеді. Дәл осы видео сізге откликаться етсе, сізге қандай да бір түсінік қалыптастырса, бір қандай да бір түсінік алсаңыз, менің каналыма жазылыңыз. Бұдан да жақсы ақпараттар сізді алда күтеді. Подписаться басып, лайк басып, комментарий жазсаңыз, менің сізге алғысым шексіз.